Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен карамельный пирог в шоколаде пісірем деп шештім. Шоколад пен карамельный пирог. Ол үшін бізге сармай, жұмыртқа, крахмал, мындай сгущенка, қарап алыңыздар. Бұдан да қымбатын алсаңыздар болады. Аяла 25%, сметана, разрыхлитель, сахарный пудра. Соларды пайдаландым. Он керек, қасық керек, вилка керек, үлкен қасық, кіші қасық, венчик, осындай табамыз керек, сосын миска керек болады. Осылай пирогымызды пісіріп бастаймыз. Ал сәттілік, каналымыз болса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Именно осы бұл сгущенка емес, басқа бір сгущенканы да түрін көрсетемін. Бұл сгущенкамен де шығады, бірақ ана сгущенкамен более тәтті шығады. Екінші сгущенка. Онда енді жұмыртқамызды аламыз. Мен бұл жерде бірден 3 қамырды иледім, сондықтан 3 жұмыртқа алдым. Сіздер бұл жердегі видеода бөлім пісіретін болсаңыз, бір еселеп алыңыз. Ал описание бөліміне бір ғана пирогтың рецептісін жазып кетемін. Мұқият болыңыздар. Видеода бірақ 3 болыпты. Шатасып қалмаңыздар. Неге бұндай емес деп видеоға қарамаңыздар. Егжей-тегжейлер видеода былай тұр деп шатасып жүрмеңіздер. Егжей-тегжейлер таңдап көріп алыңыздар. Мен бірден 3 пирог пісірдім, сондықтан 3 рецептті пайдаландым. Тестілерінің бәрі, қамырлары бірдей, начинка салмалары әртүрлі болады, сондықтан абай. Мына жердегі видеода мен уже сармайын салып жатырмын. Онда әбден егжей-тегжейлі не істеп алыңыздар, араластырып алыңыздар. Содан кейін бар, балам бар, екеулеп пісіріп жатырық. Балаларым қызығады, мен видео түсірмекші деп. Осылай сармайларын ертіп алыңыздар. Көбірек температурада, бөлме температурасында болсын, шамаңыз келсе. Бұлай да салып істей берсеңіз болады. Осыдан кейін ішіне разрыхлителімізді салып, ұнымызды салып, тестімізді илейміз. Илегеннен кейін оны 15 жарты сағатқа холодильникке қоясыз. Қамырмен жұмыс жасау ыңғайлы болады. Мен 2 рет илеп аламын. Өздеріңізге қараңыздар, 1 рет илеп ысып, қолыңыздың көмегіңізбен табаңызға салып істей берсеңіз де болады. Осыдан кейін ұн салу процесінде көрсетіп жатырмын. Одан кейін
мына жерде көрдіңіздер видеода 3 есе қамыр дедім. Мен 3-ке бөліп алып керегімді осы карамельный пирогқа бір тестіні пайдаланамын. Осылай табамызды майлап аламыз әуелі. Одан кейін қамырымызды салып, қолдың көмегімен, оқтаудың көмегімен бәрібір өздеріңіз білесіздер, ыңғайлы қалай істесеңіздер болады. Оқтауға жүгіндім мен. Ендігі кезекте біз енді начинкамызды дайындаймыз. Начинка үшін вареная сгущенка, 2 жұмыртқа, 200 грамм сметана алыңыз, даже 250 алсаңыз да болады, 350 слишком көп болады, 250 алыңыз. Одан кейін бір ас қасық кукурузный крахмал салыңыз. Осылай әбден араластырып аласыз да, манағы дайындап қойған қамырыңыздың үстіне, табаға дайындап қойған қамырыңыздың үстіне құя қоясыз да, 180 градуста 30 минут пісіріп аласыз. Одан артық қойсаңыз, мен құсап күйдіріп аласыз, немесе уақытында алғаныңыз абзал.
Пирогымыз дәмді, түрі сүйкімді болып шықты. 180 градуста 30 минуттан артық қоймаңыз. Бірінші көтеріледі, одан кейін кішкене түседі. Басы ішінің бәрі піседі. Ас болсын, каналым ұнаса лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Осыдан кейін мен үстіне карамельный пирогтың үстіне шоколад өзгешелік болсын деп шоколад құйдым. Сіздер де шоколад құйсаңыз болады. Шоколадный помадканы шоколадтың өзінен сатып алғаннан гөрі арзанға шықсын десеңіз, осындай қолдан жасауға болады шоколадный помадканы. Оны жасайтын жолын да мен қосалқы видео ретінде алдағы уақытта салып көрсетемін. Әлі монтаждап үлгерген жоқпын, монтаждағасын салам. Оның бәрін қоссам минуттан көп болып кетейін деп тұр, сіздерді жалықтырып алам деген ойдамын. Осылай жағып шығасыздар, әдемілеп тұрып шоколадный помадкасын, сосын жей бересіз. Карамельный пирогтың өзін жесеңізде, шоколадный помадкамен жесеңізде өте бал татиды. Бастысы өзіңіз маңдай теріңізбен қолмен жасап алған пирог болып табылады. Ас болсын, тағы да ұмытып кетпеңіздер, каналыма қоңырауша белгісін басып, бірнеше рецептілерді, өміріңізде кездесетін басқа да жағдайларда қалай шығу керек жолдарын, арыз жазу керек па, еговқа жазу керек па, бәрінің менде видеоларын саламын, қарап отырсаңыздар болады. Маңызды видеоларды жіберіп алмаңыз.